Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жүздесу бағдарламасы. Эфиріміздің бүгінгі қонағы Сайрам аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қарасты Көрт Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Жаңабаев Бақытқали мырза. Қош көрдік. Жалпы алғашқы сұрағымызды, Көрт Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі қашан құрылған, қанша жұмысшымен бастады, қандай жұмыстарды атқарасыздар жалпы? Жалпы Көрт Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2023 жылы қараша айында аудан әкімінің қаулысы негізінде құрылған. Бастап құрылған кезінде штаттық бірлік 59 адаммен жұмыс басталды. Енді әр жұмыс болғаннан кейін оның өзінің қызықты кездері болады. Ашылған кезінде тек штатта саналған адамдар 18 адаммен жұмысты бастадық. Техникалар ол кезде жоқ. 2024 жылдан бастап, қаңтар айынан бастап жұмыстар уже қыза бастады. Менің өзім қызметке 2024 жылдың қаңтар айынан бастап келдім. Жалпы бірінші кезде жұмыстарды атқару кезінде аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес қызметтік автокөліктер, жаңағыдай арнайы спецтехникалардың барлығы сол аудан әкімінің өзінің қолдауымен, ол кездегі аудан әкімі Арман Сәбитұлы еді, сол кісінің қолдауымен жалға алып, кейбіреулер жаңағы меценаттардан қызметтік автокөліктерді алып жұмыстарды атқардық. Жалпы жұмыс барысында осы 59 штаттық бірліктің жетпейтіндігін біз аудан әкіміне тілге тиек етіп айтып, 2024 жылдың апрель айынан бастап штаттық бірлікті біз тағы көтердік. 253 адамға көтердік. 253 адаммен бір жыл көлемінде жұмыстар атқардық. Сол кезде аудандық бюджет есебінен бізге арнайы техникалар сатып алынды. Ол жаңағы автобусқа дейміз, жүк тиегіш погрузчиктер алынды, МТЗ-92 трактор алынды, 6 дана, 2 дана шағын мини тракторымыз алынды. Бұның барлығы осы күнделікті тазалықпен айналысатын техникалар. Одан бөлек 2 КАМАЗ КДМ дейміз, 3 в 1 дейді, 3-ке 1. Бұл жаңағы жазғы маусымдарда жолды сыпырады, су себеді, ал қысқы маусымда жаңағы қар күреп, құм шашатын техникалар. Бұның барлығы аудандық бюджеттен алынды. Аудандық бюджеттен 2024 жылы бізге бөлінген қаражат 2 миллиард теңгедей қаражат бөлінген. Оның ішінде 455 миллионна біз арнайы қызметтік техникаларды сатып алдық. Жұмыстар бұл тазалық болғаннан кейін бар бірінші кезде бізге берілген осы 4 ауылдық округ. Бұл жаңағы Ақсукен ауданымыздың орталығы, Қарасу, Қарабұлақ, Манкент 4 ауылдық округті біз осы 23 жылдың қараша айынан бастап 24 жылдың соңына дейін осы 4 ауылдық округке біз қызмет көрсеттік. Бұл кездегі қызметкерлердің саны жаңа айтып кеттім, 253 болған. Тағы да бір тілге тиек етіп айта кететін нәрсе, бірінші кезде бұл өте қиын болды. Себебі айлық жалақы бізде 76 мың теңге етін. Ондай айлық жалақыға жаңағыдай арнайы техникаларды айдайтын адамдар мүлдем келмейді. Содан кейін аудандық мәслихатқа ұсыныс енгізіп, 50% үстемақы қосылды. Бұл жөнінен жаңағы халық қалаулыларына да үлкен алғысымызды айтуымыз керек. Себебі сол кісілердің қолдауымен қазіргі таңда қызметкерлердің айлық жалақысы ең төменгісі 132 мың теңге құрайды, ең жоғарғысы 215-245 мың теңге аралығында. Жалпы штаттық бірлікте 21 әкімшілік басқару бар. Ол жаңа директордың орынбасарлары, бөлім басшылары, мамандар, бас мамандар қызмет атқарады. Одан бөлек дәнекерлеуші дейміз, электриктер дейміз, одан да басқа жаңағы қарапайым жұмысшыларымыз бар. Күнделікті өмір күйбең тірліктің арқасында бір жылдың өтіп кеткенін де байқамай қалдық. 24 жылды артта қалдырып, 2025 жылдан бастап бізге 11 ауылдық округ, яғни 42 елді мекеннің барлығына жұмыс жасау бойынша аудан әкімінің тапсырмасы болды. Сол аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес бүкіл ауылдық округтерді біз қарап, жаңағыдай қысқы маусымдарда мысалға жолдарын күреу, 2025 жылдың қысынан бастап жұмыстарды атқара бастадық. Ол қыс мезгілінде аудан бойынша жалпы шамамен 3500-дей шақырым жолды біз қардан тазаладық. Бұл жерге кеткен материалдарымыз бар, құмымыз, тұзымыз, шамамен 1500 текше метрдей инертті материалдар себілді. Әрине,
2024 жылдың соңы мен 2025 жылдың басында біршама қиындық жұмыстар болды. Өйткені 11 ауылдық округ пен 42 елді мекеннің барлығын толығымен дерлік біз қамтыдық деп те айта алмаймыз. Өйткені оған халық та куә, біздің өзіміз де куә, осы техникалардың жетіспеуі салдарынан біршама қиындықтар туынды. Осыдан кейін барып облыстық бюджет есебінен бізге тағы да 17 бірлік техника осы 2025 жылға қарастырылды. Оның жалпы құны шамамен 70 миллион теңгедей. Оның ішінде жаңағы 7 дана МТЗ-92 тракторы бар, 3 дана автопогрузчик дейміз, 7 дана муравейник. Бұлардың барлығы қазіргі таңда келіп, осы аудан игілігі үшін қызметтер атқаруда. 25 жылда біз тағы да аудан әкіміне ұсыныс жасап, ақпан айынан бастап штаттық бірлікті 253-тен 455-ке көтердік. 5 секторға бөлдік. Бірінші секторымыз бізде Ақсукент ауылдық округ, өйткені ауданның орталығы болғандықтан, және де осы жалпы Ақсукентке Төле би ауданы, Түлкібас ауданы, Бәйдібек ауданынан келетін, күнделікті күйбең тірлікке, сауда-саттыққа келетін адамдардың саны өте көп болғандықтан, екіншіден ауданның орталығы бет-бейнесі болғандықтан, бұл жерде өз алдына бір сектор белгіледік. Бұл жерде нақты қазіргі таңда жұмыс атқаратын адамдардың саны 120, оның ішінде 50-і Дендра-саябақта, 30 адамына орталықтағы Абылайхан скверінде, Ынтымақ аллеясында сол жерлерде жұмыстарды атқарады. Одан бөлек көшеде мысалға аудандық маңызы бар жолдарды, облыстық маңызы бар жолдар, республикалық маңызы бар жолдардың барлықтарында тазалық жұмыстарын жүргізеді. Бұл бірінші секторымыз Ақсукент болатын болса, екінші секторымыз бізде Қарасу мен Манкентті қойдық. Үшінші секторымызге мынау батысымыздағы Қайнарбұлақ, Құтарыс ауылдарын қойдық. Төртінші секторге Арыс пен Қарабұлақты қойдық та, бесінші секторде Жібек жолы, Манкент, Қарамұртты қойдық. Енді Ақсукенттің орталығындағы бригада бізде мобильный топ дейміз. Бұлар арнайы жалға алынған автобустарымыз бар. Одан бөлек мекеменің теңгеріміндегі газель фермер дейміз ғой, бір фермерге 7 адам отырады. Пассажир жалаушылар таситын газеліміз бар. Осылармен күнделікті мобильный группалар, бұл Манкент, Ақсукент, Қарасу, осы үшеуінде күнделікті осы мобильный бригада біз жұмыс жасайды. Одан бөлек мобильный бригадаларымыз ауылдық округтың әкімдерінің тапсырысына сәйкес арнайы хатпен шығады, я болмаса өтініш жасайды. Сол кезде мобильный топтарды біз жібереміз секторлерге, Қайнарбұлаққа, Көлкентке, Құтарысқа, Арысқа жіберіп отырамыз. Одан бөлек көптеп қонақтар келеді. Сондай кездерде адамдар көп шоғырланатын жерлеріне, мысалға осы Көлкент ауылының, Құтарыс ауылының тұрғындарының өтінішімен осы Арыс жағасында, Арыс өзенінің бойында 7-8 мәрте біз сенбіліктерді ұйымдастырдық. Жалпы бұл коммуналдық қызметтің негізгі тілге тиек етіп айта кететін бір жері бар. Бізде күл-қоқыс ретті, ретсіз және де стихийный болып бөлінеді. Ретті күл-қоқысты тазалайтын арнайы бекітілген, мен қателеспесем, 4 мердігер мекеме бар. Ол Қарасу РМ, Көркем аймақ, СТК Манкент, одан Құтарыс тазалық деген өздерінің мекемелері бар. Бұл халықтан шығатын күнделікті қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарады. Ал біз бейберекет жатқан ретсіз мусорларды жинайды күнделікті. Әрине, адамның саны көп болуының себептерінен де бұл күл-қоқыстар біз көбінше баклажка дейміз, осы баклажкаларымыз бар, полиэтиленовый пакеттеріміз бар, осындайлар көптеп шашылып жатады. Осы сәтті пайдаланып жерлестерге, осы аудан тұрғындарына да кішкене үндеу айта кетсек деп отырмыз. Тазалық ол тазалаған жерде емес, тазалық сақтаған жерде. Одан бөлек Түркістан облысы мәслихатының қаулысы бар. Осы елді мекендерді көріктендіру, абаттандыру және санитарлық тазалық бойынша бұл қаулыда да айтылған әрбір елді мекеннің ішіндегі жеке кәсіпкер болсын, я болмаса жеке тұрғын үй болмаса заңды тұлғалар болса да барлығы өз шегінен периметр бойынша 5 метрге дейін ол арық атыздарды, көшедегі бағаналарды,
бордюр дейміз ғой, жиек тастардың барлығын күтіп ұстауға міндетті деп. Алайда көп жағдайда осы қағидатты ұстанбайтын азаматтар бізде көптеп кездесіп жатады. Одан бөлек жаңағыдай үйден шыққан құрылыс қалдықтарын, қатты тұрмыс қалдықтарын жаңағыдай жолдың жиегіне я болмаса жаңағыдай поля дейміз ғой, егістік алаңдарына шығарып төгіп кетіп жатады. Жалпы Сайрам ауданы негізі ауыл шаруашылығы пен мал шаруашылығы тегінде дамыған ауданның бірі ғой. Сол себептен жаңағыдай халықты да түсінеміз, ол малдың шыққан қиын жаңағыдай егістік алаңдарын тыңайту үшін пайдаланады. Ал көшеден өтіп жатқан, енді бәрі деп айтпаймыз, өтіп жатқан автокөліктер я болмаса жаңағыдай күл-қоқысты тиеген автокөліктер сол малдың қиынның үстіне апарып төгіп кетіп жатады. Бұлардың барлығы бізге қосымша жұмыс. Негізі бекітілген нормаға сәйкес бір адам күндігіне 3 километр жерді тазалап ұстау біз міндеттегенбіз. Ол 3 километр дегеніміз 0-ден бастап 1,5 километр жолдың бір шеті болатын болса, 25 метрге дейін жолдың ортасынан екінші жағы тағы да 25 метрге дейінгі аралық тазалау. Әрине, бұның барлығын бірден ретке келтіріп, бірден тазалап жүйеге келтіру бізге оңай соқпады. Әлде болса да жұмыстар атқарылып жатыр. Одан бөлек жаңағыдай бізде қазір блогерлер дейміз ғой, бұл кісілерге де көптеп рахмет, өйткені біздің көзіміздің жетпеген жерлерін ол кісілер барып көріп бізге түсіріп жіберіп жатады. Біз арнайы топтарды жібереміз, тазалаймыз, ретке келтіру жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бұл жаңа санитарлық тазалыққа қатысты. Абаттандыруға қатысты мәселелер болатын болса, осы жыл басынан бері қарай 2024 жылдары, 2025 жылдары осы орталықтағы саябақтардың барлығы, өздеріңіз білесіздер, бізде толық реконструкциядан өтті. Бұл орталыққа тоқталатын болсақ. Одан бөлек жаңағыдай 11 ауылдық округтердегі жаңа саябақтарымыз бар, ардагерлер аллеясы бар, футбол алаңшалары бар. Бұл жерлерде жаңағыдай тазалық жұмыстарын жүргізу бізде арнайы кестеге сәйкес жүргізіліп отырады. Өздеріңіз білесіздер, қазір бізде Дендра саябағымыз осы жақында ғана реконструкциядан өтіп, осы айдың соңында біздің теңгерімге беріледі деп отыр. Әрине, бұл да болса да бір шетінен халықтың жүріп тұруына үлкен көмек болатын болса, екінші жағынан осы жердің тазалығын күтіп ұстау біз үшін үлкен еңбек, және де жаңағы халықтың барлығы келген тұлғалар сол жерде тазалықты сақтаса деген сұраныстарымыз бар. Тек санитарлық тазалық пен абаттандырудан бөлек көрікті Сайрамға берілген жұмыстар, бұл жаңағы коммуналдық бөліміміз бар. Коммуналдық бөлімде негізгі осы жүргізушілеріміз тіркелген, одан бөлек көше жарық шамдарын күтіп ұстау. Жалпы 12.907 дана 11 ауылдық округ бойынша көше жарық шамдары бар. Қазіргі таңда соның 30% бойынша біз жоспар жасағанбыз. Жыл басында ауылдық округтерден арнайы хат алынды. Сол хатқа сәйкес біз жұмыстарды жасап жатырмыз. Мысалға, Қарабұлақ ауылдық округі ауыстыруды қажет ететін көше жарық шамдарының саны 1050 деп берді. Ақсукент 2200 деп берді. Арнайы сол өздерінің берген хаттарына сәйкес біз биылғы жылға жоспарлағанымыз 6500 дана көше жарық шамын ауыстырамыз деп жоспарлағанбыз. Қазіргі таңда ауыстырылғандары нақты қазір қалып отқаны 600 дана көше жарық шамын біз алып қалдық өзімізге. Өйткені жыл барысында сонда 5900 дананы біз ауыстырып қойдық уже бүгінгі таңда. Одан бөлек жаңа автоматтары дейміз, есептеуіш құралдары, сип кабельдер, осылардың барлықтары үзіліп жатады. Бұл жаңағы желдің салдарынан, басқа да табиғи апаттардың болмаса кісінің әдейі талқандап кетуінің салдарынан, мысалға сип кабельдер дейміз, сымдарымыз үзіліп жатыр, көше жарық шамдар. Әр ауылдық округтың, әр елді мекеннің өзінің белсенділері бар. Одан бөлек 109 бірыңғай желісі бар, білесіздер. Соған түскен тапсырыстарға сәйкес біз осы жұмыстардың атқарып жатырмыз. Бұл 2025-тегі атқарылған жұмыстар бойынша. Енді одан бөлек аудандық маңызы бар жолдарды күтіп ұстау, бағдар шамдарды күтіп ұстау. Осы жұмыстарды осы Көрікті Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесіне берілген. Жалпы аудандық маңызы бар жолдың ұзындығы бізде 205 шақырым, 200 километр деп алғанбыз. Бұл жерде жолдың жаңағыдай әрбір километрінде жиек тастарды жинау, жолдың жиегіндегі жаңағы лоток арықтар дейміз, осылардың барлығын тазалау.
Сонымен қатар шұңқырлар жамау дейміз. Осылардың барлығы бізге жүктелген. Қазіргі таңда аудандық маңызы бар жолдар бойынша жалпы 90% сын көтерілді. Бұл ешқандай проблемасы жоқ. Бірақ дегенмен де көптеген жерлерде жаңағы адами факторлардың салдарынан жаңағыдай шұңқырлар пайда болған. Осылардың барлығын біз дер кезінде уақытылы түскен арыздарға сәйкес жамап ретке келтіріп отырамыз. Одан бөлек жалпы аудан бойынша 24 бағдаршам бар. 24 бағдаршамдардың 3 данасы 2024 жылы ауыстырылды. Биылғы жылға 6 данасын біз ауыстырып ретке келтіріп қойдық. Ол Горький мектебінің алды, Абылайхан көшесімен, Жібек жол көшесімен Иманалиев көшесінің қиылысындағы Ханның светофоры деп айтамыз, Қыстаубаев көшесімен Жібек жолының бойындағы светофор ауысты. Арыс ауылдық округі Қарабұлақтан 2 бағдаршам ауыстырылды. Ақбай елді мекеніне бұрылатын Жібек жолының бойындағы бағдаршам ауысты. Енді осы алда жоспарда бізде осы келесі апталарда Жібек жол көшесі мен Абылайхан көшесінің қиылысындағы бағдаршамды да ауыстырып ретке келтіреміз деп жоспарлап отырмыз. Оған қажетті құрал саймандардың барлығы толығымен дерлік сатылып алынып қойған. Және де осы коммуналдық бөлімге тиесілі жұмыс өздеріңіз қазір көріп отырсыздар. Абылайхан көшесі Ақсукент ауылдық округінен, Манкент ауылдық округінен келетін жаңағы Олжа Құрбанов, Абай көшелерінің қиылысында жолды кеңейту жұмыстары осы Көрік Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі жүргізіліп жатыр. Bu жерге қарастырылған қаржы 40 миллион теңге. Қазіргі таңда жұмыс 20 күндей тоқтап қалды. Себебі ол жерде жаңағы байланыс желілерінің кабельдері жатқан, олардың барлығын жаңа орнын ауыстыру бойынша өздерінің бір процедурасы бар екен. Сол салдарынан кішкене тоқтап, осы жұмыстың жанданғанына міне уже 2 апта болды. Қараша айының 10-ына дейін сол кеңейтілген жолды толығымен дерлік 2 слой дейміз ғой, жаңа крупнозернистый, үлкен және майда асфальтын басып, қажетті жол белгілерін барлығын орнатып, іске қосамыз деген жоспарымыз бар. Одан бөлек осы жаңа Манкент ауылынан шығатын Олжа Құрбанов пен осы Абылайхан, Абай көшелерінің Ақсукентке тиесілі Абай мен Абылайхан көшелерінің қиылысына бүгін ғана аудан әкімі тапсырма берді. Мүмкіндік болатын болса сол жерге бағдаршам орнату. Қазір осы бойынша жұмыстар бізде атқарылып жатыр. Жаңа сметалық құнын жасап, алдағы уақытта жаңа бюджеттік өтінімге ұсынатын боламыз. Бюджеттен қолдау тапқан жағдайда бұлардың бәрі орнатылатын болады. Одан бөлек Манкент ауылдық округіне тиесілі Айнабұлақ дейміз. Мына КХ3 облыстық маңызы бар жол Аққала елді мекеніне қарай кетіп баратқан жерде халықтың сұранысына сәйкес көше жарық шамын орнату. Қазіргі таңда толығымен дерлік бүкіл құрал саймандар жаңа қажетті бағаналарымыз бар, көше жарық шам прожектор дейміз ғой. Осылардың барлығы сатып алынып қойған. Оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен техникалық шарттарды рәсімдеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл да алдағы уақытта осы қараша айының 1-нен бастап жұмысын бастаймыз, 15 қарашаға дейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Одан бөлек өздеріңіз қазір көріп жатсаңыздар, мынау Әйтеке би мен Ақсукент ауылдық округінің арасында жаңағыдай қазір евроштакетниктер деп жатырмыз ғой, заманауи талапқа сәйкес штакетниктерді орнату. Бұл штакетниктерді орнату дегеніміздің себебі халықтың арасында сан мың сұрақтар туындап жатыр. Неге ол қаражатты оңды солды жаратып жатыр дегенде. Бұл жаңағы біз айтып отырмыз ғой, Ақсукент әл-ауқаты өте жоғары, 9 жолдың торабы деп айтсақ та болады. Мысалы, ол Шымкент қаласынан келетін, Тараз қаласынан келетін, басқа да көршілес аудандардан келетін халықтың бәрі осы жерде өтетін болғаннан кейін, жол жиегіндегі бейберекет жатқан жаңағыдай күл-қоқыстар, осыларды тазалау барысында жаңа штакетниктерді орнатып қойдық. Сол ертең жаңағыдай айтып отырмыз, жаңа мал шаруашылығы да дамыған деп, осы малдардың я болмаса басқа да бір жас балалардың көшеге жүгіріп шығып кетпеуі салдарынан қойылған нәрсе. Әрбір үйге өздерінің кіретін жерлері арнайы бекітілген орындар қалдырылып отыр. Дәл осындай евроштакетник дейміз ғой, жаңағыдай евроқоршаулар. Бұл КХСР 19 дейміз, мынау Қарасу ауылдық округінен Ақбастау ауылдық елді мекеніне қарай кетіп баратқан кезде, мынау оң жақ шетіміздің барлығы бізде коммерциялық нысандар, жаңағы бассейндеріміз бар,
соған қарама-қарсы бетке 2-2 шақырымға осы қараша айында ол да толығымен дерлік орнатылып халықтың игілігіне берілетін болады. Одан бөлек жалпы Көрік Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі жаңағы жасыл желектерді күтіп ұстау деп жатырмыз. Бұл жерде жаңағы жасыл желектерде табиғат қорғау басқармасынан жыл сайын биылғы жылға бізге 43 мың дана көшет берілген ауданға. Соның 23 мың данасын біз көктемгі мезгілде отырғыздық. Енді 20 мың данасын осы күзгі маусымда отырғызамыз деп отырық. Осы отырғызылған көшеттерді кейбір жерлерде жаңағы су жүйесі жеткіліксіз болғандықтан, жаңа бағана сөздің басында айтып кеткем, бізде 2 КАМАЗ КДН дейміз, су таситын автокөлігіміз бар. Соның көмегімен күнделікті су қарып отырады. Одан бөлек жаңа халықтардың сұраныстары болады, жаңағыдай электр бағаналарына, электр желілеріне, я болмаса үйдің шатырына тиіп тұрған ағаштарды кесу. Осының барлығын қазіргі таңда осы Көрік Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі атқарып отыр, осы жұмыстардың барлығын. Одан кейін таңғы уақытта білесіздер, біздің жұмысшыларымыз жазғы мезгілде таңғы сағат 4:30-5-тен бастап жұмысқа шығады. Түскі уақытта жазғы мезгілдерде бір 3 сағатқа дейін демалыс береміз. И кешкі уақыттарда мысалға 5-тен сағат 8-дерге дейін шығып жұмыстарын атқарады. Әр сектор, 5 секторге бөліктен, әр сектордың өзінің бекітілген адамдары бар. Қазіргі таңда 276 адам жұмыс атқаруда. Штаттық бірлік бойынша есептейтін болсақ, 312 адамның орны бізде қазір толық. Өйткені кейбір жаңағыдай ауыр көлік, жүк көліктерін жүргізетін жұмысшыларға, я болмаса жаңағыдай бізде мобильный топ дедік қой, жедел топтарға біз 1,25, 1,5 ставка айлық жалақыларын көтеріп беріп жатырмыз. Және де сенбі, жексенбі күні шығатын кезекші бригадаларымыз бар. Осылармен барлығын қосқан кезде нақты адам бойынша санайтын болсақ, қазіргі таңда 276 адам бізде жұмыс атқарып жатыр. Штаттық бірліктерден де жұмысқа келу, кету деген бізде өте көп. Өйткені жаңада айтып кеттік қой, Сайрам ауданы егін шаруашылығы, мал шаруашылығымен жақсы дамыған аудан деп. Жазғы маусым мысалға осы 1 қарашадан бастап бізде жұмыс жасайтын қызметкерлердің саны арта бастайды. Өйткені дала жұмыстарының барлығы бітеді, барлығы келіп, уақытша осы 2, 3, 4 ай көлемінде Көрік Сайрамда жұмыс атқарсақ дейді. Бұл 2-ші жыл бізде жоспарда болып жатқан, көзімізбен көріп жатқан нәрсеміз, жаңағыдай арнайы техникаларда дейді қызметкерлер. 1 наурыздан бастап дала жұмыстарына кетеді. Өйткені дала жұмыстарын атқару, бұл білесіздер, жаңағыдай арнайы бекітілген межеге сәйкес олар өздерінің айлықтарын алып отырады. Сол себептен біз жаңағы ешкімді жұмыста қинап ұстап отырмаймыз, олардың кететіндер болады, келетіндер болады. Сол себептен жаңағы қызмет атқаратын жұмысшылардың да тез көп жиі ауысатындығы осының салдарынан. Одан бөлек алдымызда қыс келе жатыр, жалпы қысқа дайындық жұмыстары қалай болып жатыр? Дайынсыздар ма? Қыстық маусымға қазіргі таңда 95%-ға дайын деп айта аламын. Қазір мүмкіндік болатын болса шығып бізге келген жаңағыдай қажетті құрал саймандарды, инертті материалдардың барлығын көруге мүмкіндіктеріміз болады. Жалпы 500 тонна арнайы техникалық тұз сатылып алынып, жеткізіліп қойды. 700 мың текше метр құм дейміз, оның барлығы алып келініп, уже барлығы қоймада тұр. Бұл жерде біз 30 тонна арнайы осы мұзды ертетін реагент бергенбіз. Қазіргі таңда жеңімпаз анықталды. Оның келісім шартқа отырғанбыз. Келісім шарттың аяқталу мерзімі 5 қарашаға дейін олар жеткізіп береміз деді. 30 тонна реагентіміз дедік қой. Арнайы жаңағыдай осы біздегі проблемалық мәселелерін жаңағы Шымкент қаласының границасынан Синуэл заправкасы дейміз, КХ-97 Жібек жолы ауылдық округіне қарай шығып кететін жерге дейін автокөлік көптеп жүретін болғаннан кейін осы жерге шақтап 30 тонна арнайы мұзды ерітетін реагентке біз тапсырыс бергенбіз. Осы реагентіміз келсе толыққанды 100% дайын боламыз. Одан бөлек техникаларымыздың қазір 50%-ын уже бүгінгі таңда осы қыстық қарды күреуге біз полностью жаңағыдай переоборудовать етіп қойдық, қайта жаңағы жүйеге келтіріп.
Жалпы қазір осы біздің өзіміздің көрт сайрам теңгерімінде жаңа айттық қой, 2 КАМАЗ КДМ бар. Одан бөлек бізде 13 жаңағы 92 тракторымыз бар. 2 мини тракторымыз дейміз, кіші трактор, бұлар жаңағыдай жаяу жүргіншілер жолағын тазалайтын. 3 автопогрузчигіміз бар. Бұның барлығы уже қысқы маусымға дайын. Одан бөлек біз қосымша қазір адам күшін көп қолданмау мақсатында тағы да 4 дана КАМАЗ КДМ дейміз, жаңа құм шашатын, жалға алып отырмыз. Алдағы уақытта енді ол техникалардың бөлісін айта кететін болсам, осы Ақсукент ауылдық округінде 3 бірлік жаңағы МТЗ-92 тракторын қалдыратын болдық. Қарабұлаққа 2, қалған ауылдық округтың барлықтарына бір-біреуден береміз біз. Енді осы жерде сұрақ туындауы мүмкін. Сіздерде 11 ауылдық округ, бірақ көп техникалар осы орталықпен халық көп шоғырланған жерге кетіп қалды деген сұрақ туындауы мүмкін. Арнайы жаңа айтып отырсыз ғой, біз КАМАЗ КДМдерден бөлек тағы да 3 дана МТЗ-82 тракторлерін қазіргі таңда осы кеше ғана ойнатылып 10 миллион 500 мың теңге уже қорытындысы шықты. Бірақ келісімшарт әлі рәсімделген жоқ. Жаңа техникаларын тексеру, сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан бөлек жаңа автогрейдер тағы да 2 дана, олардың бәрі жалға алынады. Солардың барлығы толығымен рәсімделсе, 1 қарашаға дейін, Құдай қаласа, қыстық маусымға 100% дайын боламыз деген жоспарымыз бар. Кейінгі сұрағымыз, енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз, жалпы қандай жұмыстар жоспарда тұр? Алдағы уақытта атқарар жұмыстар, енді жалпы біздің негізгі бағытымыз осы тазалық мәселесі болғандықтан, бірінші кезекте осы ауылдық округ әкімдерімен бірлесе отырып, халықтардың арасындағы түсіндірме жұмыстарын жандандыру. Содан кейін барып жаңағы аудандық, облыстық ішкі көшелерде тазалық жұмыстарын жасау, біз бұл жоспарға сәйкес жүреді. Енді алдағы уақыттағы жоспарымыз осы жібек жолы бойындағы, өздеріңіз байқасаңыздар, мынау Ақсу Рубин дейміз ғой, Ақсу өзенінен бастап Манкентке шыға беріс жолдағы Разилкеге дейін, Жолайылыққа дейін осы жолдың екі шетінде жаңа абаттандыру жұмыстарын жүргізіп, осы көрт сайрамның өзінің күшімен жүргізсек деп жатырмыз. Одан бөлек мысалға жаңа елді мекендерден бізге қазір мысалы Қайнарбұлақ елді мекенінен, Көлкенттен ұсыныстар түсіп жатыр. Қарасу ауылдық округінен бізге ұсыныстар түсіп жатыр. Мынау ардагерлер аллеясына ретке келтіру, абаттандыру жұмыстарын жүргізу. Қайнарбұлақта жаңа кіреберісте бүркіт білесіздер ғой, сол бүркіттің маңында абаттандыру жұмыстарын жүргізу. Осының барлығын осы қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында жаңағыдай күн райының қолайлығына байланысты жаңа ретке келтірсек деп отырмыз. Өйткені көктеммен бірге жерде жаңарады ғой, сол жаңарған кезінде елдің де көңіл күйі осы жаңа аллеяларда жаңа жолдың жиектеріне түссе деген үмітіміз бар. Бақтығали мырза, біздің жүздесу бағдарламамызға сұхбат бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Құрметті көрермендер, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.